Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Оқу мақсаты: оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Сан есімді құрамына қарай ажырата білу. Балалар, суреттен не байқадыңыздар? Адам ата-анадан туғанда білімді, әдепті, талапты болып тумайды. Ол естіп, көріп, оқып, ізденіп бірақ болады. Дүниедегі жақсылық пен жамандықты, әдептілік пен әдепсіздікті, ұқыптылық пен ұқыпсыздықты айырып үйреніп өседі. Адамның қасиеттері туралы ақын жазушылар өлеңдерінде өте көп жазылған. Соның бірі Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңі. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, іздемей-ақ табылар. Ғылым жолы әділдік жолы. Оны ұстанған адам ескі жолмен жүре алмайды. Бұл өткенге құр өкіну емес, келешекте жастардың өзі тәрізді білім, әдеп, өнер қуатын, уақытын бос өткізбей еңбектенуіне жол ашады. Жаман қасиетін тастап, жақсы қасиеттерді алуы дұрыс. Адамның іс-әрекетінде, мінез құлқында әдептілікке жатпайтын әдеттер жиі кездеседі. Олар кісінің абыройына нұқсан келтіріп, жаман атын шығарады, дос ағайыннан аластатады. Сондықтан ондай әдеттер жайында халық ауру қалса да әдет қалмайды десе, Әл-Фараби жаман мінез құлық рухани кесел дейді. Жамандықтан сақтанудың тағы бір жолы өзің білмегенді өзгеден үйрену. Бүгінгі тақырыбымыз жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Ендеше мәтінмен жұмыс. Шылым шегіп әдеттенген балаға ешбір сөз әсер етпей қойған. Бірде әкесі оның қиялына әсер етуді ойлайды. Ол баласына мынандай әңгіме айтады. Кәрі патшаның патшалыққа мұрагер болатын жалғыз ғана ұлы болыпты. Өзі дәл сен сияқты кішкентай бала екен. Өзі жақсы бала екен. Еш уақытта өкпелемейді, ерте жатады, үстелдегі нәрселерге тимейді екен. Өзі ақылды болыпты. Оның бір ғана кемшілігі бар, шылым шегеді екен. Патшаның баласы шылымнан көкірек ауру болып 20 жасында өліпті. Қаусаған ауру шал ешбір қолғанатсыз қалыпты. Мемлекетті басқарып, сарайды қорғайтын ешкім болмапты. Жау келіп, шалды өлтіріп, сарайды қиратып тастапты. Сонымен енді бақша да, шие де, құстар да, қоңыраулар да қалмаған. Эмоциялы әсерге толы осы әңгіменің оған күшті әсер еткендігі сонша, бала қараңғы терезеге ойланып, сәл қарап отырып, селк етті де мұңайған дауыспен: "Мен енді шылым тартпаймын" деді. Антон Чехов. Бірінші тапсырма: әңгімені түсініп оқып, тақырып қойыңдар. Дескрипторы: әңгімені түсініп, мәтінге ат қоя алады, мәтіндегі негізгі ақпараттарды анықтай алады. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма: кім мықты ойыны. Шеңберді аша отырып, сұрақтарға жауап береді. Дескрипторы: сұрақтарға жауап береді. Ендеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Оқыған мәтініміз кімнің әңгімесі? Иә, дұрыс айтасыңдар. Антон Чеховтың әңгімесі. Осы тақырыпқа байланысты Абайдың қандай өлеңін білесіз? Жарайсыңдар балалар. Ғылым таппай мақтанба өлеңі. Жақсы қасиетке не жатады? Жарайсыңдар. Өтірік айтпау, адал болу, үлкенді құрметтеу. Абай атамыз айтқан 5 жақсы қасиет. Дұрыс айтасыңдар. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Тілдік бағдар. Сан есім. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіреді. Сұрақтары: қанша, неше. Мысалы, Жамбыл 100 жасаған. Неше жас? 100 жасаған. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Нешеу? Төртеу, алтау. Сан есімнің түрлері. Сан есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есім, күрделі сан есім.
Дара сан есім бір түбірден тұрады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден тұрады және әр сөз бөлек жазылады. Дара сан есім 1, 10, 100. Күрделі сан есім 18, 125, 1975. Үшінші тапсырма. Мәтіннен сан есімдерді тауып, дара және күрделі түрлерін ажыратыңыз. Дескрипторы. Мәтіннен сан есімдерді табады, сан есімдерді құрамына қарай ажыратады. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келген. 13 жасында ел ісіне араласады. Ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы Қан сонарда. Алғаш рет өлең жазуды 10 жасында бастаған. Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзі 3 поэмасы бар. Жарайсыңдар, сан есімдер 1845, 13, 15, 45, 3. 1845 күрделі сан есім, 13 күрделі сан есім, 10 дара, 45 күрделі, 13 дара сан есім. Балалар, үйге тапсырма. Сан есімдердің ережесін жаттаймыз. Қанатты сөздерді қатыстырып, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен тақырыбында қысқаша мәтін жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар.